Ораза кезінде тоқ жүру үшін ағзаны қажетті энергиямен қамтамасыз ету маңызды. Смузи бұл тез дайындалатын, жеңіл әрі пайдалы тағам. Оны ораза уақытында ішуге болады, әсіресе аш қарында денеге қажетті дәрумендер мен энергияны беретін тамақтану әдісі ретінде. Міне, ораза кезінде ішуге болатын бірқатар смузи рецептері. 1. Жеміс пен йогурт смузи. Бұл смузи жеңіл әрі ағзаға қажетті дәрумендермен қамтамасыз етеді. Құрамы: 1 банан, 1 үлкен қасық табиғи йогурт, 1-2 стақан сүт немесе су, 1 ас қасық бал, мұз. Дайындау жолы: 1. Барлық ингредиенттерді блендерге салыңыз. 2. Біркелкі болғанша араластырыңыз. Табиғи қант көзі ретінде банан мен балды пайдаланады, және йогурт ағзаны ақуызбен қамтамасыз етеді. Құрма мен сүт смузи. Құрма қуатты қуат көзі, ол ұзақ уақыт бойы аштық сезімін басуға көмектеседі. Құрамы: 3-4 құрма, 2 стақан сүт, 1 немесе 2 банан, 1 ас қасық бал, қалауыңыз бойынша. Дайындау жолы: 1. Құрмаларды тұқымдарынан тазалап, суға салып жұмсартып алыңыз, ингредиенттермен бірге блендерге салыңыз. 2. Біркелкі болғанша араластырыңыз. Құрма мен сүттің қоспасы ағзаға қажетті энергияны қамтамасыз етеді. Сонымен бүгін біз ораза кезінде қуаттандыратын пайдалы смузи рецептерін қарадық. Егер сізде осындай денсаулыққа пайдалы тағамдар туралы сұрақтар немесе қосымша ұсыныстар болса, комментарийлерде жазыңыз. Қабылдаған пайдалы кеңестерімізді ескеріп, өз денсаулығыңызға қамқорлық жасауды ұмытпаңыз. Егер осы видео сізге пайдалы болса, каналыма жазылыңыз және подписация батырмасын басыңыз. Әрдайым жаңа әрі пайдалы видеолармен бөлісетін боламыз. Бізбен бірге болыңыз, денсаулығыңыз әрқашан бірінші орында.